Менің есімім Мусин Тілеген Теміржанович, Мұса шаруа қожалығының басшысымын. Менің шаруашылығым Мұса шаруа қожалығы 2005 жылы құрылды. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Көксары ауылдық округіне қарасты. 2005-те шаруашылық құрылғанда 30 бас ірі қара, 500 бас қой малы болды. Енді қазіргі уақытта шаруашылықта 1980 бас ірі қара бар. Шаруашылықтың жері 60 мың гектар жайылымдық жер. Біздер ангусқа қызыққан себебіміз өте балажан, яғни материнский инстинкт өте жоғары дамыған. Сосын скороспелый тез өсетін. Ангустар өзінің етінің мәрмәрлігімен, яғни тәттілігімен сол алға шығып тұр. Сосын азық таңдамайды. Біздің жақта основной шөп жерде орналасқандықтан біздің шаруашылық бұл шөптің біздерде кормовой базы, ондай екпе шөп, банағыдай басқа да жемді дақылдар ондай беріп жатқан жоқ. Қысы жазы бізде жайылады. Яғни қыстың біздің шаруашылық осы Атыраумен шектес орналасқан. Сол шаруашылықтың орналасқан географиялық яғни орны мал өсіруге өте қолайлы. Себебі бізде қыс болып деген өзінде 60 күннен артық қыс болмайды. Яғни малдың қысы жазы жайылуына үлкен жағдай жасайды. Қазір біздер Қонақай қыстауында тұрық. Бұл қыстау Атырау бағытында шектесетін границада, осы біздің шекарамызда. Біздер әуелде біздің шаруашылық болса ангустарды алған кезде біздер 2014 жылы ангустарды Батыс Қазақстанға бірінші болып әкелдік. Бұл ангустар біздер Қостанайдан алдық, Арқалық ауданынан. Содан біздер 300 бас ангус әкелдік. Мынандай осындай қоражайда тұрады, ондай особый ештеңе жоқ бұларға беріліп жатқан. Кәдімгі шөп, өзіміздің табиғи шөп шыққан, соны біздер дайындаймыз, соны жеп жатыр. Қазір қожалықта 1200-дей ангус бар. Енді алда біздер өзіміздің ангустың санын 2000-ға қарай жеткізу, оған біздің шаруашылықтың барлық қажетті жағдайлары бар. Мемлекет қазір жан-жақты өзінің қолдауын көрсетіп отыр, жақсы жұмыс жасап отыр. Біздер өзіміз ангус палатасының, яғни өзімізді белсенді мүшесіміз деп есептейміз. Сол палатамен тығыз қарым-қатынаста жұмысымыз жасап отырық. Ең бастысы еліміз бай, қуатты болу үшін осы ауыл мықты болу керек.